Сәлеметсіздерме, білім алушылар, бүгінгі информатика пәнінің бейне сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы HTML редакторы интернет үшін ақпараттық объектілерді құру құралдары. Сабақтың мақсаты HTML тілінде анықтама беру, веб құжат түсінігін беру, HTML командаларымен таныстыру. Интернеттің бар мәліметтерінің, яғни веб құжаттардың бір ортақ қасиеті, олардың басым көпшілігі HTML тілінде жазылған. HTML гипермәтіндік белгілеу тілі. Онда веб парақтар түрінде бейнелеп жазуға арналған. HTML құжаттарының файл аттарының кеңейтілуі HTML болып жазылады. Веб құжат дегеніміз тектермен толықтырылған мәтіндік файлдар болып табылады. Веб құжаттың алғашқы нұсқасын блокнот немесе WordPad редакторында дайындап, браузер арқылы экранға көрсетеміз. Веб құжаттарды жасап, оны көрнекті түрде келтіріп, безендіретін маманды веб-шебер немесе веб-дизайнер дейміз. HTML тілінің қызметі интернеттегі мәтін бөліктерінің атқаратын қызметін анықтап, оларды әрбір тұтынушыға бейімдеп жеткізеді. HTML тілінің бастапқы мәтінді белгілейтін командалары тег деп аталады. Тег символдар тізбегінен тұрады. Кез келген тізбек кіші символдан басталып, үлкен символдан аяқталады. Head, body, title, веб құжаттың басы, денесі, тақырыбы болып табылады. Тег атаумен атрибут ұғымы бірге жүреді. Атрибут дегеніміз тег атауының және бір-біріне бос орын арқылы бөлініп жазылатын қосымша түйінді сөздерден тұрады. Тег атрибут атауы мәні қалай жазылуы. HTML тілінде программа кодын жазу үшін стандартты блокнот қолданылады. Блокнот бағдарламасын ашқаннан кейін HTML құрылымын жазамыз. Бұнда head веб-сайттың басы, title құжат тақырыбы болса, body веб-сайттың денесі. Ал сызықша body бұл мәтінді экранға шығарады. Блокнот терезесіне HTML кодын жазғаннан кейін құжатты сақтаудың 4 қадамын орындауымыз керек. Бірінші, сохранить как, екінші, атын жазғанда кеңейткіші міндетті түрде HTML болу керек. Үшінші, барлық файлдар таңдап, төртінші, сақтаймыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, өз ойларыңызды тұжырымдаңыздар. Ол үшін сіздерге 2 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырма. Блокнот бағдарламасын іске қосып, төмендегі HTML кодын жазып, нәтижесінің төмендегідей екеніне көз жеткізіңіздер. Екінші тапсырма. Блокнот бағдарламасын пайдаланып, төмендегі өлең жолдарының негізгі және қосымша атрибуттарды пайдаланып, веб-бетке орналастырыңдар. Екінші тапсырма. Блокнот бағдарламасын пайдаланып, төмендегі өлең жолдарының негізгі және қосымша атрибуттарды пайдаланып, веб-бетке орналастырыңдар. Бүгінгі тақырыпқа берілген тапсырмаларды орындап, қосымша ақпарат көздерін пайдаланып, үй тапсырмасын орындаңыздар. Ол үшін сіздерге төмендегі сұрақтар беріледі. Бірінші, HTML тілінің интернет үшін маңызы неде? Екінші, HTML тілі қандай тіл? Үшінші, HTML тілінің қосымша атрибуттарының қызметтері қандай?